Баршаңызға сәлем, есімім Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі тез дайындалатын кәрісше сәбіз салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп алыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар 3 дана сәбіз, 3 дана сарымсақ, аздап орам жапырақ, 2 дана қызанақ және 1 дана қияр қажет. Ал енді осы ыдысымызға сәбізді үккіштен өткізіп алатын боламыз. Үккіштің дәл осындай ұзынша бөлігінен өткізу керек. Міне осылайша сәбіздің барлық бөлігін осылай үккіштен өткізіп алдық. Ал енді орам жапырақты дәл осы видеодағындай 4 бұрыштап турап аламыз. Турап алған орам жапырақты сәбіздің үстінен саламыз. Содан соң қызанақты ұзыншалап турап аламыз. Сәбіз салаты өте оңай әрі дәмді салаттардың бірі болып табылады және кез келген тамақпен үйлесім таба алады. Осылайша турап алған қызанақтың барлығында ыдысымыздың үстінен салып, келесі қиярымызды да дәл осылай ұзыншалап турап аламыз. Міне қиярымыздың барлығында турап алдық және ыдыстың үстінен саламыз. Содан соң 3 дана сарымсақты да өте ұсақтап турап аламыз. Осылай бізге қажетті заттың барлығында турап алдық. Ал енді салатымыздың дәміне қарай тұз салып, және дәл осындай кориандр приправасын саламыз, және үстінен паприка приправасын да саламыз. Ал содан соң салатымызға ең керемет дәм беретін чим-чим приправасынан 2 шай қасық қостым. Және осы салаттың үстінен қыздырып алған 4-5 ас қасық сұйық майымызды құямыз және қолымызбен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне салатымыз дайын болды, өте керемет болып шықты және тоңазытқышта 3-4 сағат сақтасаңыздар бұдан да дәмдірек болады. Қыздар, дәл осы видео ұнаған болса, Гүлнұр Акберді каналына тіркеліңіздер және төменге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.